Құрметті менің көрермендерім, қазір мен тездетіп бір салаттың түрін көрсетейін деп тұрмын. Сол үшін үйде бар заттармен, 2-ақ затпен дәмді салат жасамақшымын. Менімен бірге болыңыздар. Маған подписаться батырмасын басып, қазақтың қарапайым қызын, ауылдың қарапайым қызын қолдауды ұмытпаңыздар. Үйде бар заттармен жасаймын. Менің бір ағатайым бар. Үйде қалып кеткен заттармен жасаймын деп айтпашы, Ардақ, пожалуйста деп айтады. Ол жердегінің мағынасы үйде қалып кеткен нәрселерді аяғына дейін пайдалану, исірап жасатпау деген мағынада. Ол кісі оны басқаша түсінеді. Ауылда кейбір заттар болады, кейбір заттар болмайды. Сондықтан барымен базар жасаймыз. Сен қыстан шықтық деп ойлаймыз. Көп көрміш әуелі ұстап жатып едік. Ертеңнен бастап қайтадан ұстайтын шығармыз. Сол енді 4 күн ұстадық, бұйыртса. Енді 2 күніміз қалды. Оразадан оразаға аман есен жетейік. Қазақ ел аман болсын. Бала шағамыз аман болсын. Мектепте күшті болып өткіздік семинарымызды. Алланың қалауымен барлығы. Облыстық семинарымыз өте жоғары дәрежеде өтіп, енді жүгеріні қосамыз. Аяқ асты қонақ келе жатса, подружкаларыңыз 4-ші айына келіп қалатын болса, үйдегі бар заттарды қосып, өстіп тамақтың басын құрауларыңызға болады. Әдеттегідей Ардақ Әлбековна, менің подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.